Бүгіндікке 23 жолдар келіп отыр. Әрмияға бардың ба? Жоқ. Құдай, неге? Оқытсың ба не? Қорқып жүрсің ба әрмияға баруға? Жоқ. Ұрады деп. Енді әрмияда дұрыс емес қой қазір. Кеше ана отыр ғой, полковник, подполковник боқтап. Қыдай бет деген табақтай. Ана нені, звездының бәрін сатып алған ғой. Баяғы генералдар қайда болды. О, мырқынбайлар олар. Бостай, тұмырайды. Күттеп сүйек жатпай тұрды. Сетін ойнама болып бітті. Дұрыс салмай, әлі келмеген мәні апаның жібай салған. Кішкенде әлі келмей қалыпты болды. Қыздар күшті болып адам қарап атсақ, Қызылордада мына қызымыз келгеннен тоқтап тұрмайды. Тұратыр, қосып алайын телефоны деп. Алдында келіп бедіңіз. Я 6-шы келім сізге. Қай жерін алып келді өзі? Өзі Грижа еңбектеп келгем, жақсымын қазір шүкір. Тамағың күшті болып кетті. Тамақ жақсы болып кетті. Мына аяғым жақсы болып кетті. Аса таяқ деген сосын. Аса таяқтың құдіреті күшті. Мен бана деген, ішім деген өсіп, осы жерде ұрсылдап қалдым. Ұрс етіп, содан жатып, әнжер өзімді еміп, аса таяқпен дүрсілдедім. Сосын алдында қолыма алып жүреді, кішкене оны да ұрып едім, жаныма кіріп батыр. Содан сап қысқа құдіреті шексіз Алла, әруағын айналайын ата баба деп рахметімді айтып жатырмын. Әрине, рахмет сізге Бағдагүл ханым. Күшті болып Қызылордада адам қарап жатырмыз. Апа деген бұрын келген ақасы. Қай кезде жеңге болады бұл кісі маған? 22-ші жылы келген тұғын. Сонан бері жол түспей жүрді. Сол кезде зобымды көрсеткен. Сол зобым кетті. Қазір жақсымын, шүкір, зобтан менде мазаламайды. Бүгін қай жерің ауырды? Грижа. Құртап кетті, мен бүгін бейдеп құртым бітейін барды. Самолетте құрт жеймін. Сөйтсем бүгін екі апам құрта келіп тұр ғой. Дайымыз. Нешедесің? 25-тен. Көз деген ғой сізге. Талда не бар еді құдай, өрмеледің бәйті? Жұмысым. Бағбан болып істейтін едім. Бағбан? Тал егеді. Қызылордада өсем әйтеу, талыңыз ектен? Уйба өсет. Көтек нақ дейді қазір, талдарыңды қарай онда. Мешіттің алдына барсаңыз орталық. Ей, мынау кім қолымен бұлайда бұлай. Шынысы мен істеп жатсың? Айбай. О, бағбанның аяғын ұстап отырған не болса болсын. Суды аяқтан беріп жатсың оған. Канал бар, Дарияда. Молодец. Қызылорданың әдейін болып жүрген біз әкім десек, әкімнің не қатысы бар? Мына бағбандардан болып тұру. Енді авторитет әкімге келеді. Әкімнің айтқан, тыңдап атқан кісілерге байланысты емес та, қалай ойлайсыздар? Әкімнің бәрі жұмысты, қарапайым жұмыс. Жөндерін айтпаймын тоғдырса. Наны білдірді саған? Үйінен бері болса жүрсің бәне? Кеше 1,5 айдан кейін не қылды ғой, гипсін алып, шаймен аяғымды баса берді. Қалай басасын орнатып қойған ғой жынды ма? Сол анау неғып кетті ғой, бір қапталанып аяғым қышайып кетті. Егер қышайып кетті десем тағы реңгеге түсірді, оны МРТ-ға түсірді. МРТ-ны алды дейсің. МРТ су бар деп айтты деді. Көреген. Толып тұр екен я су. Колеско тұрдыңыз бен содан? Жүрен мағасы колеско Иә, тұрдыңыз ба? колеско тұрдым. Бірден колеско тұрдым. Ана аяғың нормально ма айту? Шақыр болғашын бітіп болмайды, сен ұзақ бітеді деді ғой, аяғыңды басыспайды. Орсы орны түспеген ғой мағасқа. Күшті болып адам қарап атсақ мына жерде. Алдында келдіңіз ба ханым? Иә, 4-ші рет келіп тұрмыз мен. Онкологиядан 1-ші стадия деген жақсымын қазір. Қай жерінде болды? Қуым ғой. Иә. Достар, қазақ емнің бір құдіреті. Адам айтса сеніксіз болып жатыр. Даже рактан адамдар жазылып кетіп жатыр. Бірақ жақсы болды. Осы 4-ші рет келіп тұрмын өзіме. Ұнады, жақсы, ем қонып жатыр. Енді қазір соғым бар, соғым деп. Жұрт не десе, о десін, міне халықтың сөзі дәлел. Мен басқа ештеңе білмеймін. Үлкен әлем бар, сол әлемді сіздерге мен таныстырушымын. Ол тарихта да, әдебиетте де бар. Сол әлем, Құдай қаласа, бәріңізде бірақ баратын жер ол. Бидайдың баратын жері дермен, Құдай қаласа. Барасыздар, ойымдамаңыз. 5 комментарий. Сол кезде жауабын айтамыз.
қазір ештеңе айта алмаймын мен, ол тылсым әлем. Қызылордада бүгін көп адам келіп жатыр. Мені түсіре беріңіз, қайтамаған жақсы. Ойбай, сен ана жауып отырғансың онда. Үй көраңызшы. Бәрі күшті болдық деп жатыр. Апа да күшті болды дейді. Ал күшті болдың ба? Ой, рахмет. Енді мен бұл кісіге екінші рет келіп отырмын. Өте керемет. Иә, сізге разымын. Алла разы Сізге тіл болсын. көз айтқан әдемі апа екенсіз. Рахмет сізге. Өте ризамын сізге. Аяғы да жақсы болған. Қызылорданың халқы бір жақсы жер, бұл кісілер заңға бағынады ғой. Бұл заңға қандай адам бағынады? Тәртіпті адам. Бұл жақта заңды бір Қазақстанның бірінші заңы осы жаққа әсер етеді ғой. Біз өтірік айтпаймыз, қазамыз. Мықты халық, мен өзім басым деймін Қызылорданың халқына. Сол үшін ана өткенде кішкене ренжіп қалды ғой аталар. Киелі жерлерді ластап жатыр деп. Мен енді әр уақыттың сіздерге тек айтқан жеткізушім ғой. Содан Тараз, Шымғала, Түркістан үшеуін ренжіп сөйтті ғой. Жер сілкінетіп еді, кеше жер сілкініп. Жер анада сілкініп енді жыны келеді ғой, ауыр болады оларға. Сол үшін түзелу керек, адамзат баласы түзелу. Адам мана болса, апа сіз бұрын келдіңіз ба? Келгенмін. Қай жеріңіз ауыр? Былтыр келгенмін. Мына зобым бар еді. Сол зобым плантаза жазылып кетті сіздің арқаңызда. Бірінші алла. Бірінші Алла. Достар, асатаяқпен ұрып, мына зоптар күшті болып кетіп жатыр. Шүкір, шүкір. Асатаяқтың көп пайдасы бар. Шүкір Аллаға. Зоптар күшті болып, адам қарасақ, кеше мына қызымыз қатты ауырып кетті жаным. Бүгін жақсысыз ба? Кеше келіп ем алдым ғой, содан үйге барып жүрегім және қысылып, құстым, басым айналып, бірақ қатты ұйықтап, жақсы ұйықтадым, бірақ ондай ұйықтай алмай. Неше күн ауырдың осылай? Уже біраз болған мен ауырып жүргеніме. Ем қонбай жоқ та? Иә, біраз болған. Ем жүріп, бүгін міне басы деген жеп-жеңіл болып кетті. Рахаттанып тұрмын, ұйқым келіп, жаңа сізбен шамалы не қойым, дұрысталып қалдым. Сәлем достар, қалайсыздар? Мен базарға баратында уақыт жоқ. Мына Қызылордадағы адам қарайтын үйде келіншек менімен жасты ғой, ботсық мен сияқты. Екеуміз размеріміз бірдей. Мен айтамын, мынандай қалат маған да алдыртып берші, күшті екен деп. Күнде адам қарап базарға бармаймыз ғой. Бұндайлардың бар екенін да білмейміз. Әдемі екен, байғыз. Мен ана мұныға сыймайтын, мынаған сыйып тұрмын.